50 жастағы ер адам қараңғыда тұрып, өз ұлының бөлмесіндегі шкафтың ішінде жасырынып тұрды. Мен өзімді соңғы ақымақ сезіндім, ескі шаңның иісін жұтып қимылдаудан қорқып. Бірақ тек осылай ғана мен әйелім Ләйла әр түнде, дәл сағат 2-лерде сұлтанның өмірін неге айналдырып жатқанын өз көзіммен көре алатынмын. Маған тиіспе, жарайды ма? Осы қорқынышты дауыс 8 жасар баланың, өз ұлымның тыныш басылып қалған шырылдауы, анасы оған қолын созған кезде. Бұл, бәлкім, арқаға пышақ тигеннен де қорқыныштырақ шығар. Сол кеште мен 3-ші нан зауытындағы түнгі ауысымнан шаршап-шалдығып үйге келдім. Үйден шаршап шыққанмын. Міне, менің сұлтаным, кешкі ас үстінде қасықты түсіріп алды. Баланың әдеттегі ісі ғой. Ал Ләйла, әйелім, оған бір қарады да, ол орындыққа жабысып қалды. Мен оған өзіме қарай тарттым, ал өзі әйеліне қарап, қоян жыланға қарағандай қарады. Ол қолын созды, әй, бере ғой. Содан ол тыныш, қорқып қана шырылдады. Жарайды ма? Сәлеметсіз бе? Менің атым Мұхтар. Маған 51 жас. Мен сіздерге өмірімде ешкімге айтпаған нәрсені айтқым келеді, бірақ айтуым керек деп ойлаймын. Мүмкін біреуге бұл көмектесер, мен байқамаған нәрсені байқауға. Маған жалғыз емес екенімді білу маңызды болар еді. Айтпақшы, сіздер мені қай жерден тыңдап отырсыздар? Қай қаладан? Қай елден? Жазып жіберіңіздерші, қиын емес болса. Біздің адамдар қайда тұрады, қайда тарап кеттік, қызық болады. Әрі каналға жазылып қойыңыздар. Мен қарапайым адаммын. Өмірімнің көбін рульде өткіздім. Соңғы 15 жылдай уақыт Қарасуынан комбинатының 3-шісінде түнгі ауысымда жұмыс істеймін. Дүкендерге ыстық нан таратамын, қала әлі ұйықтап жатқанда. График мені әрқашан қанағаттандырды. Түнді өтіп таңғы 7-де үйде боламын. Ләйла Сұлтанды мектепке жинап жатады. Мен оларды шығарып салып, бір кесе кофе ішіп ұйықтаймын. Күндіз үйдемін, бірақ ұйықтаймын. Кешке сағат 6-лар шамасында оянамын, бәріміз бірге кешкі ас ішеміз. Ұлыммен бірге сабағын тексеремін, біраз ойнаймыз да, қайта ауысымға кетемін. Үй мен үшін әрқашан күтіп тұрған, жан тыныштығын табатын жер болды. Мен кем дегенде осылай ойлап жүрдім. Ләйла менің әйелім мүлде басқа адам еді. Біз қанша жыл біргеміз, есебінен жаңылысып кеттім. 90-шы жылдары танысқанбыз. Ол біздің автобазадағы бухгалтерияда отыратын. Күлкісі мол, жылдам, көзі жарқын қыз еді. Мен оған қарай ұмтылдым, бәрі қарапайым, қиын емес болды. Үйлендік, тұрдық. Балалар ұзақ болмады, шамамен 15 жыл күттік. Екеумізге де 40-тан асса да Құдай Сұлтанды берді. Кештеу келген бала тілей алған. Ой, қандай шулы бала болды, 100 Қытайдай шуылдап жүретін. Ол барлық жерде болды. Барлық жерде ізі қалатын. Солдаттар құрастырады, мұртық мысықпен дәлізде жарысып жүгіреді, неге деп сұрай береді. Қуанышты, белсенді, тірі бала еді. Ләйла оған жанын салып еркелететін. Кейде серуеннен кірлеп келеді. Оны жуып жатып, әдейі сөгіп тұратын, бірақ өзі күліп отыратын. Мұхтар, қарашы, қандай әдемі болып өсіп келе жатыр. Нағыз еркек болады дейтін маған. Мен қарап мақтанатынмын. Сосын бәрі бұзылды. Біледі ғой, өмір жолында бәрі тегіс жүріп жатады. Күннен күнге, жылдан жылға, сосын кішкене ғана шертіліс болады да, пойызың құзға құлай бастайды. Мен бірден түсінбедім, не өзгерді. Тек пәтердегі ауа басқа болып кетті, ауыр, желдетілмеген сияқты, ал Ләйла тазалыққа өлердей берілген адам еді. Алдымен Сұлтаным бұзылды, менің ұлым. Ол менің шулы, қуанышты, шашыраңқы, әрқашан синякпен, бояумен жүретін, тірі бала еді. Ал міне, оны алмастырып қойғандай. Күлуді мүлде қойды. Тыныш, үрейленген, қорқатын балаға айналды. Бірдеңе айта бастаса, анасына қарап қалады да, сөзін жалғамайды. Ұйқысы нашарлады. Таңертең келсем,
ол ұйықтамайды, төсекте отырып қабырғаға қарап тұрады. Және ұят болса да айтайын, 8 жасында қайтадан төсекке сию бастады. Ең қорқыныштысы анасынан қатты қорқа бастады. Бұрын мамочка деп жүгіретін, енді Ләйла бөлмеге кіргенде ол жиырылып диванға жабысып қалады. Ләйла де өзгерді. Қазір ойлап отырсам, бәрі қашан басталғанын түсіндім. 6 ай бұрын нақты, ол Тверден қайтып келгеннен кейін. Ол анасының, яғни қайын енемнің жерлеуіне барған. Анасы қатал, билікшіл әйел болған. Мен оны онша ұнатпайтынмын, бірақ маңызды емес. Ләйләні қатты ұстайтын, тәртіпке салатын. Міне, сол жерлеуден қайтып келгенде, Ләйла өзінде емес, анасының рухын алып келгендей болды. Жұмсақ, қамқор әйелден қатал қарауылға айналды. Алғашқыда ұсақ түйекпен. Неге қарындаштар шашылып жатыр? Неге тарелкасын жинамады? Сосын көбейді. Оның сөздігінде тәртіп деген сөз пайда болды. Сен оны шалқыттың, Мұхтар деп ысылдайтын кешке, Сұлтан бөлмесіне кеткен соң. Осы жұмсақтығыңмен мойнына мініп алды. Еркек қатаңдықта өсу керек. Тәртіп керек, әйтпесе адам болмайды. Мен сол кезде қолымды бір сілтеп тастайтынмын. Қандай тәртіп? Баланың 8-і ғана, 2-ші сыныпта оқиды. Мен оған казармадағы сержантпын ба? Ләйла, жарайды ғой, қалыпты бала. Жақсы оқиды, бұзақылық етпейді. Балалыққа рұқсат еттейтімін. Ол тек мұрнынан шыңғырып қабырғаға қарай бұрылатын. Арқаммен сезетімін, арамызда мұз қатып суық толқынмен жүгіріп жатқанын. Бірақ ең қорқыныштысы Сұлтанмен не болып жатқаны. Менің қуанышты, шулы ұлым. Ол сөйлемей қалды. Пәтерде жүгірмейді, мың сұрақ қоймайды. Бөлмесінде отырады, альбомға сурет салады, немесе қабырғаға қарап, көзі үлкен ашық тұрады. Ол көздерді көргенде ұрып соққан, қорқып қалған күшіктікі сияқты. Сосын басталды. Ұят болса да төсекке сию қайта қайтады. 8 жасында. Біз бұл мәселені 5 жасында жеңгенбіз, дәрігерге барғанбыз, ал қазір дерлік әр түн сайын. Ләйла таңертең оның төсегінен дымқыл көрпені шығарып, маған көрсететін. Қара, деп дымқыл түйінді маған түйреп. Тәрбиесіз. Масқара, бүкіл пәтерді иістендіріп жатыр. Мен Сұлтанға қараймын, ол ернін қан жалап тұрып, көзіне жас алып үндемейді. Мен не істерімді білмеймін. Ләйлаға айқайлаймын, оған ұрыспа, бұл ауру, дәрігерге бару керек деп. Ауыл. Мен кінәлім бе, бізде осындай кемтар бала өсіп жатыр ма? Дейді. Ең қорқыныштысы ол анасынан қорқа бастады, қатты қорқады. Мен мұны жиі байқайтын болдым. Ләйла бөлмеге кіреді, ол селк етіп қалады. Қолын созса, тіпті басынан сипамақ болса да, жиырылып қалады. Сол кеште қасық түсіргендегідей, одан қашқақтай бастады, көзіне түспеуге тырысатын. Мен түнде жұмыс істейтінмін, көп нәрсені көрмей қалдым. Мен ойладым, күндіз ғана қысым көрсетеді, сабағы үшін, бөлмесінің тәртіпсіздігі үшін ұрсат деп. Ал ең қорқыныштысы түнде болып жатқан екен. Қалай білдім? Жұмысымның арқасында. Біздің зауытта линия тоқтап қалды. Негізгі пеште бірдеңе болды. Механик Семенович қоңырау шалып. Мұхтар, бүгін келме. Ертеңде. Ең болмағанда 2 күн жөндеу. Іске қосылғанда хабарласамын деді. Міне, мен үйде қалдым. Ләйлаға айтпадым, неге екенін. Ойладым, адамша ұйықтап алайын деп. Түн. Пәтерде өлі тыныштық, тек ас үйдегі тоңазытқыш гүлдейді. Кереуеттің сықырлағанын естідім. Ләйла тұрды. Сағатқа қарадым, дәл 2-де. Қайда барады деп ойладым, әжетханаға шығар. Бірақ қадамдары тыныш-тыныш, ас үйге емес, дәлізге, Сұлтан бөлмесіне қарай. Баланың бөлмесінің есігі дерлік үнсіз ашылып тыныштық. Ішім суынып кетті. Ол сағат 2-де не істеп жатыр? Мен жатып тыныс алмай, сол тыныштыққа құлақ түрдім. Кем дегенде 40 минут, мүмкін 1 сағаттай. Қараңғыда күткенде уақыт созылып кетеді. Сосын тағы тыныш сықыр. Қайтып келді, жаныма жатты да, таң атқанша тас сияқты, бір дем алмады, бір қимылдамады.
Таңертең сұрадым, тыныш қалып көріп. Ләйлә, сен неге түнде сұлтанға барасың? Дедім. Ол маған қарады. Қабағын түйіп астына қарап. Тексеремін. Ол мазасыз ұйықтайды, аунап төңкеріледі, көрпесін лақтырып тастайды, ал пәтерде салқын деді. Сен қайдан білесің? Ұйықтамай барлығын тыңдап жатырсың ба? Деп сұрадым. Кездейсоқ оянып кеттім дедім өтірік айтып. Ұйықта, жұмысшы. Саған ұлың туралы ойлаудың қажеті жоқ. Мен тәртіпті өзіме аламын деп кесіп тастады. Осы мен өзіме аламын дегені мені қатты кесіп тастады. Ол бірдеңе істеп жатыр, мен білмеуім керек нәрсе. Ал сұлтан үндемейді. Оны аузын тігіп тастағандай үндемейді. Мен түсіндім, менің тыныш баспанамда қорқынышты бірдеңе болып жатыр. Бірақ не? Мен сенгім келмеді, туған ана мұндайға қабілетті болуы мүмкін емес деп ойладым. Мен қарап тұрдым, Ләйлә үй шаруасымен әуреленіп жүр. Ол борщ пісіріп жатыр еді. Мен сол иісті есімде сақтағамын. 40 қабат қызылша лар жапырағы үйдің, жайлықтың иісі. Бірақ сол иістен жүрегім айнып кетті, өйткені мұның бәрі өтірік болатын. Мен оның сұлтанды орыс тілінің үй тапсырмасын 3 рет қайта жазғызғанын көрдім. 3 рет. Бір ғана дағы үшін. Ол дәптердің үстіне бүк түсіп отырды. Кішкентай, арық, мұрыннан дем алып, көз жасы бетке тамып кетпес үшін тырысып жатыр. Ал Ләйлә оның үстінде тұр, қыран құс сияқты. Тырыс деді ол тістерінің арасынан сызып. Сен мінсіз болуың керек. Әкең түнде тер төгіп сен үшін жұмыс істейді, ал сен риза емессің. Ол оның даусынан қалтырап кетті. Ал мен ас үйде отырып, суыған шайымды ішіп, үндемегенім үшін өзімді жек көріп отырдым. Не деймін, Ләйлә? Не үшін оған қысым жасайсың? Ол маған бірден жауап береді. Ал сен не, дәптердегі кір үшін басынан сипау керек пе дейсің? Мен тәрбиелеп жатырмын, өйткені саған уақыт жоқ. Әрі ол бір нәрседе дұрыс еді. Маған уақыт жоқ болатын. Түнгі жұмысым, күндізгі ұйқым. Мен әйелімнің құбыжыққа айналған сәтін ұйықтап қалғамын. Мен сұлтанмен сөйлесуге тырыстым. Кешке ол дүкенге кеткенде, оның бөлмесіне барып төсектің шетіне отырдым. Ол бірден ширығып, жиырылып қалды. Балам, маған айтшы, бәрі жақсы ма? Анаң саған ренжітпей ме? Дедім. Ол маған үлкен, қорқып тұрған көздермен қарады, және сол көздерде сондай ересек, сондай қорқынышты сағынышты көрдім. Ол үндемеді. Сұлтан, маған айтшы, мен сенің әкемін ғой. Не болса да сені қорғаймын. Мен жұмыста болғанда ол бірдеңе істей ме? Ол маған ұзақ қарады, 10 секундтай, және мен оның күресіп жатқанын, айтқысы келгенін, иегі дірілдеп тұрғанын көрдім. Сосын басын шайқады. Жоқ деді де, қабырғаға қарай бұрылды. Мен түсіндім, ол айтпайды. Ол қорқады. Соншалық қорқады, нашарлап кетпес үшін шыдап жүр. Немесе ол маған сенбейді, мен анасының жағына шығам деп қорқады. Сосын оған 2 есе қатты тиеді. Сол кезде жүрегім жарылып кетті. Өз ұлым маған сенбейді. Кешке Семенович нан зауытынан қоңырау шалды. Мұхтар, бәрі дайын, пешті жөндедік. Ертең есеп беру бар. Түнде міндетті түрде шық. Барлық дүкендерді жабу керек, таңертең жаңа нан болуы тиіс. Қателеспе. Қателеспеймін, Семенович дедім, ал басымда бір ой қағып тұр. Есеп беру жақсы. Демек, бүгін түнде ол әсіресе тырысады, бәрі мінсіз болу үшін, ұлы ұятқа қалмас үшін. Сол кезде мен шешім қабылдадым. Ләйлә ас үйде кешкі ас дайындап, ыдыс аяқпен шулдап жатқанда оған жақындадым. Даусымды әдеттегідей шаршаған етіп шығардым. Ләйлә, Семенович шұғыл шақырды. Менің газелімнің қозғалтқышында бірдеңе болыпты. Ертең есеп беру. Гаражда көмектесу керек, әйтпесе таңғы рейс бұзылады. Қазір кетем. Кешке, мүмкін таңертең ғана қайтамын. Мен оған тура қарадым, және көрдім.
Құдай куә, көрдім көзінде жеңілдік, тіпті қуаныш жарқ етті. Мен үйде болмайтыныма қуанды. Иә, деді ол, қолын алжапқышқа сүртіп. Жұмыс бар ғой, жұмыс. Не істейсің? Бар, әрине, Мұхтар. Кешкі ас пеште, керек болса? Жоқ, сен жұмыста боласың ғой. Жарайды. Ол тіпті өкшесін көтеріп, маңдайыма суық, құрғақ ернімен сүйді, бөтен адам сияқты. Сұлтанды оятпа, деді. Бірдеңесі ауырып қалды. Мен оны жатқызғамын, ұйықтасын. Жақсы, дедім бас изеп. Мен дәлізге шықтым, әдейі қатты басымен аяқ киімді тарсылдаттым, куртканы алдым, кілттерді сыңғырлаттым, есікті ашып, жауып қойдым, бірақ құлыпты жабыдым. 1 минуттай баспалдақ алаңында тұрдым, жүрегім тамағымда соғып тұр. Ал егер шығып қалса? Ал егер байқаса? Бірақ жоқ, пәтерде тыныштық. Мен ұры сияқты аяқ ұшымен қайта кіріп, жатын бөлмеге емес, ас үйге емес, сұлтанның бөлмесіне кірдім. Ол төсекте жатыр, көзі жұмылған. Бөлмеде ескі шкаф тұр еді. Әлі күнге Ләйләнің ата-анасынан қалған шығар. Біз оны үйленгенде оның ескі пәтерінен алып келгенбіз. Терең 3 есікті. Ортаңғы есігін аштым. Ол соншалық жаман сықыр етті, ішім түсіп кетті. Сұлтан төсекте қозғалып қалды, бірақ көзін ашпады. Мен ішке кіріп, қараңғылыққа ескі киімнің, нафталиннің, шаңның иісіне баттым. Есікті артымнан жаптым, тек тыныс алуға және төсекті көруге жететіндей кішкене саңылау қалдырдым. Сосын күттім. Құдай-ау, егер тозақ болса, ол осындай шығар. Қараңғыда тұрып, шаң жұтып, өзімді соңғы ақымақ, опасы сезініп күту. Мен тұрып ойладым. Не істеп тұрмын? Маған 51 жас. Өз ұлымның бөлмесіндегі шкафта жасырынып, өз әйелімді аңдып тұрмын. Жеттің, Мұхтар. Ал егер ештеңе болмаса, егер ол шынымен көрпесін түзетуге ғана келсе ше? Сағат 2-де шкафтан шығып, ақымақ сияқты не деймін? Уақыт өте шықты. Мен Ләйләнің ваннаға барғанын, дәліздегі ажыратқыштың шерткенін, біздің жатын бөлмедегі төсектің сықыр еткенін естідім. Пәтер тынышталды. Кешкі 10, 11, 12. Мен қимылдаудан қорқып тұрдым. Аяқтарым үйіп, арқам тастай болды. Мен өзімді тыңшы сияқты сезіндім, және ұлымнан ұят болды. Ол маған 3 метр жерде жатыр, ұйықтаған болып жатыр, өйткені қорқады. Ал мен оның әкесімін, кіріп қорғаудың орнына жасырынып тұрмын. Түн. Тыныштық соншалық қалың болды, пышақпен кесуге болатындай. Мен өз қанымның құлағымда соғанын естідім. Міне, дәл сағат 2. Мен сағатқа қарамадым. Ішіммен сездім. Пәтерде бірдеңе өзгерді. Алдымен жатын бөлмеден тыныш сықыр, сосын дәліз бойымен әрең еститін қадамдар. Қадамдар балалар бөлмесінің есігі алдында тоқтады. Есік баяу, дерлік дыбыссыз ашылды. Есік алдында Ләйлә тұр, ұзын түнгі көйлек киген, дәліздегі жарыққа қарама-қарсы силуэт. Ол кіріп есікті артынан тыныш жапты. Бөлме дерлік қараңғы болды, тек көшедегі шам қабырғаға күңгірт шаршы жарық түсіріп тұр. Сұлтан, әрине, ұйықтаған болып жатқан, төсекте ширығып қалды. Мен оны қараңғыда да көрдім. Ләйлә бірде-бір дыбыс шығармады. Ол 1 минуттай тұрып құлақ түрді, сосын төсекке жақындады. Мен саңылаудан қарап тұрдым, тынысым тарылып қалды. Ол көрпені түзеткен жоқ. Ол жай ғана үнсіз, қатты, ашулы қимылмен көрпені Сұлтаннан жұлып алды. Бала қалтырап кетті, бірақ үндемеді. Сен тағы қаламдарыңды шашып тастапсың, деді Ләйлә ысқырып. Дауысы тыныш, бірақ улы, жыланның ысқырғанында еді. Сен менің еңбегімді құрметтемейсің. Мен саған не істеп жатқанымды бағаламайсың. Мен сені тәртіпке үйретемін. Сол сәтте көшедегі шамның күңгірт жарығында мен оның халатының қалтасынан кішкентай матадан жасалған қапшықты алып жатқанын көрдім. Ол бауын шешті. Мен ішінде не барын түсінбедім, сосын ол қапшықтың ішіндегісін төсек жанындағы еденге шашып жіберді. Мен саңылаудан қарап тұрдым, аузым құрғап кетті.
Көшедегі шамның күңгірт жарығында мен ақыры не шашылғанын ажыраттым. Бұл жарма еді, Құдай-ау. Қарапайым құрғақ, өткір қарақұмық. Ләйла оны қалың емес, бірақ тығыз қабат етіп шашты. Сұлтанның төсегінің дәл жанында ерекше кілемше жасап қойды. Сосын ол оны иығынан емес, қатты, шынтағынан жоғары ұстап, өзіне қарай тартып алды. «Тұр!» деп ысқырды ол. Сұлтан ұйқылы ояу, қорқып, тек іш киіммен төсектен түсті. Ол бәрін түсінетін. Ол жыламады, тек бүкіл денесі қалтырап тұрды. «Тізеңмен мына жерге!» Ол саусағымен шашылған қарақұмыққа көрсетті. Бала тыныш күрсінді. Бір рет қысқа, тұншыққандай. Ол оған қарады. О, сол көзқарас. Мен оны өлгенше ұмытпаймын. Оның көзінде өшпенділік жоқ еді. Тек жануарлық, жансыздандыратын қорқыныш бар еді. Ол баяу, мұздай суға кіргендей, тізесін сол өткір тас дәндерге қойды. Мен оның кішкентай денесінің дірілдегенін көрдім. Ол тістерін қатты қысты, жақтары қозғалып тұрды. Мен шкафта тұрып, шаңды қараңғыда тұрғанымда, жүздеген кішкентай өткір тас теріге қадалып жатқандай сезіндім. Және таң атқанша осылай тұрасың деп ысқырды Ләйла, үстіне еңкейіп. Ол қорқынышты ертегінің сиқыршысына ұқсап кетті. Беті қисайып, көздері қараңғыда жанып тұр. Ойлан, анаңа қалай өтірік айту керек, қаламдарыңды қалай шашу керек, мені қалай құрметтемеу керек. Сұлтан үндемеді. Ол тек оңға солға шайқалып тұрды, ауырсынуды қандай да бір жолмен азайтуға тырысып. Егер әкеңе бір ауыз сөз айтсаң, ол одан да төмен еңкейді, құлағына дерлік. Егер шағымдансаң, мен одан да жаман жасаймын. Түсіндің бе? Одан да жаман болатынын білесің. Сен үндемейсің. Міне, сол кезде ішімде бірдеңе жарылды. Білесіздер ме, мен тыныш адамын. Өмір бойы рульде. Көп нәрсе көрдім. Апаттарды, мас адамдарды, жолдағы дөрекілерді. Әрқашан өзімді ұстай білдім. Бірақ сол секундта көзім қарауытып кетті. Ештеңені түсінбедім. Ішімде бір нәрсе оянды, ежелгі, аңдық. Әке, өз баласын қорғайтын еркек. Мен жұдырығымды қатты қыстым, тырнақтарым алақанға қадалды. Мен сол жұқа фанера есікті жұлып алып, шығып, бұрын менің Ләйлам болған әйелді ұлымнан алыстатып, шашынан сүйреп апаратымын. Не істейтін едім, білмеймін. Мүмкін өлтірер едім. Шынымды айтсам, сол сәтте оны жұлып тастауға дайын едім. Мен алға жылжыдым. Айқайлау үшін ауа жұттым. Және кенет мұздай су құйылғандай болдым. Тоқта, Мұхтар. Сен қазір шығасың. Сен, сау еркек, жүндеуден қайтып келгендей, қараңғыдан, шкафтан шығасың. Сосын не? Қатты айқайшу басталады. Ләйла айқайлайды. Сен массың, ақылдан адасыпсың, саған көрінген. Мен жай көрпесін түзетіп жатқамын. Ол құлап түскен. Мен еден сыпырдым деп, сен маған тап бердің. Ол шырылдайды, көршілер жүгіріп келеді. Ал сұлтан өлі қорқып, менен де, одан да қорқып, не дейді? Үндемейді. Немесе одан да жаманы, оның көзқарасының астында. Жоқ дейді. Сосын не? Жай отбасылық жанжал. Лас, ұсқынсыз жанжал. Ол мені тиран етіп көрсетеді. Масқара, маған қарақшы көрінеді деп. Ал ертең мен шынайы аусымға кеткенде, ол оған не істейді? Кек алады. Бұл сатқындықты есінде сақтайды. Оны жеп қояды. Мен мұны соншалық қорқынышты, суық анықтықпен түсіндім, денем қатып қалды. Ұлымды құтқару үшін маған жанжал емес, дәлел керек еді. Құдай-ау кешір, айқын дәлелдер, оның бұрылып кетпейтіндей, ешкім бұл тәрбие әдісі демейтіндей, бұл азап екені көрініп, естілетіндей. Сол сәтте, саңлаудан 8 жасар ұлымды қарап тұрып тізесін қарақұмыққа қойып, ауырсынудан қалтырап, аузын жауып, шырылдамауға тырысып тұрғанын мен өзімді әлемдегі ең үлкен сатқын сезіндім. Мен оның әкесі, 3 метр жерде, жылы, қауіпсіз жерде тұрдым, ал ол азап шегіп жатты. Мен оған рұқсат бердім. Кешір мені, балам, дедім іштей. Көзімнен жас ақты.
Мүмкін 20 жылдан бері алғаш рет. Кешір, туғаным, тағы біраз шыда. Мен мәжбүрмін. Тағы біраз осылай болуына рұқсат беруім керек, бірақ сені осы тозақтан шығарамын. Мен саған ант етемін. Сені осы тозақтан шығарамын. Ол оның үстінде тағы 10 минуттай тұрды. Бірдеңе деді, сықырды. Риза емес күшік туралы, өмірін саған арнағаным туралы, ал сен үндемейсің. Сосын түзеліп, оны түрме күзетшісі сияқты қарап шықты. Таңғы 5-ке дейін тұр. Егер жыласаң, одан да жаман болады. Түсіндің бе? Ол әрең байқаларлықтай бас изеді. Ол есікке беттеді, тұтқасын ұстап бұрылып қарады. Әкеңе шағымданба. Ол сені бәрібір сүймейді. Сондықтан түнде жұмыс істейді, сен сияқтыны көргісі келмейді. Түсіндің бе? Оған сен бәрібірсің. Бұл соңғы оқ болды. Қарақұмықтан да қорқынышты. Мен шкафта аузымды қолымен жауып, ұлымау үшін өзімді ұстадым. Ол кетті, есікті тыныш жапты. Бөлмеде тағы тыныштық орнады. Бірақ бұл тыныштық емес еді. Бұл тозақта да естілмейтін дыбыс шығар. Ұлымның тыныш, басылып, үмітсіз күрсінісі. Ол дыбыссыз жылады, бүкіл денесі қалтырап, тізесінде тұрып, сол қарғыс атқан қарақұмықта, қараңғыда, жалғыз өзі. Ал мен шкафта тұрдым. Мен одан 1 метр жерде тұрдым, бірақ шыға алмадым. Мен оны көтере алмадым. Балам, мен мұндамын, бәрін көріп тұрмын деп айта алмадым. Өйткені шықсам, бәрін ұтып қалатын едім. Оны ұтып қалатын едім. Мен үндемеуім керек еді. Бұл менің жеке тозағым болды. Баланың ауырсынудан жылағанын естіп қорғай алмау. Мен тұрып іштей ұлыдым. Мен одан жек көретінмін. Бірақ сол секундта өзімді одан да қатты жек көрдім. Мен әке емес едім, мен серіктес болдым. Қанша уақыт тұрдым, білмеймін. Уақыт тоқтап қалғандай, 1 сағат па, 1,5 сағат па. Мен оның әр күрсінісін, әр ыңылын жұтуға тырысқанын естідім. Ол салмағын бір тізеден екіншісіне ауыстыруға тырысқанын естідім. Сосын күрсіністер сирек болды. Олар қандайда бір тыныш, өкінішті ыңылға айналды. Сосын ол бәлкім өшіп қалды. Денесі босаңсыды. Мен тұйық дыбыс естідім. Ол бүйіріне құлады, еденге, бірақ қарақұмықтан тұрмады. Ол ауырсыну мен шаршаудан сол жерде, еденде ұйықтап қалды. Мен күттім, пәтерде бәрі толық тынышталғанша. Жатым бөлмедегі төсектің тағы сықыр еткенін естідім. Ләйла жатты. Мен тағы 40 минуттай, одан да көп күттім, ол қатты ұйықтасын деп. Тек пәтерде өлі тыныштық орнағанда, Сұлтан еденде, қорқынышты ұйқыда ұйықтап жатқанда, мен баяу, ұрыдан да баяу шыға бастадым. Шкаф есігін миллиметрге аштым, тыныш сықыр етті. Мен тоқтап құлақ түрдім, бірақ жоқ, Сұлтан қозғалмады. Ләйла жатым бөлмеді де. Мен көлеңке сияқты шығып, тағы соңғы қорқақ сияқты бөлмесінің есігіне жеттім, оны ашып дәлізге шықтым. Жүрегім соншалық соғып тұрды, бүкіл подъезд еститін шығар. Сұлтан мені көрмеді. Ол сол жерде, қараңғыда, еденде қалды. Мен дәлізге жетіп, жұмыс курткамды тыныш киіп, кілттерді алдым, құлыпты бұрадым. Сол шерткен дыбыс маған оқ сияқты естілді. Бірақ жоқ, пәтерде тыныштық. Мен баспалдақ алаңына шығып, есікті жаптым, және сол жерде, қоқыс құбырының жанындағы иісі шыққан алаңда, қабырғаға сүйеніп, еңбектеп отырдым. Мен аулаға түсіп, ескі тоғызымның ішіне отырдым. Қолым соншалық дірілдеп тұрды, кілтті тұтандыруға сала алмадым. Әрі баратын жерім де жоқ еді. Мен суық машинада отырып, 3-ші қабаттағы пәтеріміздің қараңғы терезелеріне қарадым. Сол 3-ші қабатта менің 8 жасар ұлым қарақұмықта, еденде, жалғыз ұйықтап жатыр, ал мен осында отырып, ашу мен дәрменсіздікпен ұяттан жыладым. Мен бәрін көрдім, бәрін естідім, бірақ ешқандай дәлелім жоқ еді. Тек менің сөзім оның сөзіне қарсы, және өлі қорқып қалған бала, ол үндемейді. Мен түсіндім. Бұл түн жетпейді.
Ұлымды құтқару үшін тағы осыған рұқсат беруім керек, тағы оны сол азапқа жіберуім керек. Міне, осы шешім менің өмірімдегі ең қорқыныштысы болды. Мен сол суық тоғызымда таңғы 5-ке дейін отырдым, аспан ағарып, үйлердің терезелерінде алғашқы жарықтар жанғанша. Адамдар оянып жұмысқа жиналып жатты. Жаңа күн басталды, ал менің әлемім құлады. Мен қимылдай алмадым. Денем үйіп тастай болды. Басымда тұман, бірақ сол тұманның ішінен қызған, шеге сияқты бір ой соғып тұрды. Дәлелдер. Маған дәлел керек. Мен өзімді мәжбүрлеп машинаны іске қостым. Қозғалтқыш түшкіріп оянды. Мен ауданда айналып шықтым, уақытты өлтіру үшін, Семеншті болғандай уақытында қайту үшін. Аялдама жанындағы тәулік бойы жұмыс істейтін дүңгіршекте ыстық кофе алдым. Кофе жиіркенішті, қышқыл, бірақ ыстық еді. Мен оны ішіп қолыма қарадым. Олар әлі ұсақ дірілдеп тұрды. Жинақтал, Миша, дедім өз-өзіме. Жинақтал, шүберек. Сен қазір үйге кіресің, күлесің, оның алдында спектакль ойнайсың. 7:30 подъезге кіріп, 3-ші қабатқа көтерілдім. Жүрегім тамағымда соғып тұрды. Кілтті құлыпқа салдым. Есік ашылды. Пәтерде тыныштық, қуырылған драниктің иісі шығып тұр. Ләйла ас үйде, арқасымен пешке қарап, тақтада бірдеңе туралы жатыр. Дыбыстан бұрылып қарады. Сенсің, деді. Қалай, жөндеді ме? Даусы әдеттегідей. Абсолютті тыныш, тегіс, күнделікті дауыс, таңғы ас дайындап жатқан әйелдің дауысы. Ешқандай көлеңке жоқ, ашу да, өкініш те жоқ. Иә, дедім өтірік айтып, куртканы шешіп. Түні бойы әуре болдық. Карбюратор шаршап қалған шығар. Ол маған көзінде көтермеді. Бар, жуынып ал. Қазір тамақтанамыз. Мен ваннаға кіріп, мұздай сумен жуындым, айнаға қарадым. Онда бейтаныс, жүдеген, көзі қызарған еркек тұрды. Шыда, дедім көлеңкеме сыбырлап. Сосын Сұлтанның бөлмесіне кірдім. Жүрегім ауырсынып сыздады. Ол ұйықтамады, төсекте отыр, үйде киетін футболка мен шалбар киген. Қабырғаға қарап отыр. Бөлме мінсіз таза. Еденде ешқандай іс жоқ, қарақұмықта жоқ, әрине. Ол бәрін жинап сыпырып, мүмкін жуып та тастаған. Ештеңе болмағандай. Менің шкафта көргенім түс сияқты. Сәлем, балам, деді мүмкіндігінше көңілді етіп. Ол қалтырап басымен маған қарады, және мен оның көздерін көрдім. Онда сөгіс жоқ еді. Жоқ, қателеспеңіздер. Одан да жаманы бар еді. Онда мойынсыну бар еді, өлі, өртеніп кеткен мойынсыну. Ол маған осы әлемнің бір бөлшегі сияқты қарады, орындық сияқты, шкаф сияқты, ашылмаған шкаф сияқты. Ол менен қорғануды күтпеді. Ол оның болмайтынын түсінді және бұрылып кетті. Міне, бұл жылағаннан немесе әке, қайда болдың? Деп айқайлағаннан да қорқынышты еді. Ол жай бұрылып кетті. Кел, балам, дедім төсегіне отырып. Қалайсың? Ол иығын көтерді. Ләйла таңғы асқа шақырып жатыр. Барайық. Ол үнсіз бас изеді, тұрып ас үйге беттеді. Ол әрең байқаларлықтай ақсаңдап жүрді, бірақ мен көрдім. Мен соңынан кірдім, үстелге отырдым. Ләйла маған драник пен жұмыртқа салынған тарелка қойды. Не болды саған бүгін, Сұлтан? Деді ол кенет тегіс дауыспен. Бір түрлі босап қалғансың. Тағы түнде ұйықтамадың ба? Сұлтан қалтырап, басын одан да төмен түсірді де, өзінің ботқасына қарап қалды. Ұйқысыздық шығар, дедім мен, сол қарғысатқан драникті аузыма тығып. Ол менің тамағымда түйін болып тұрып қалды. Оған тәртіп жетіспейді, деді Ләйла қатты кесіп. Мен саған айтқамын, Мұхтар. Сен оны еркіндікке жіберіп қойдың. Міне, сондықтан қиналып жүр. Ештеңе етпейді, мен түзетемін. Ол мұны соншалық күнделікті айтты, картоп сатып алу керек деген сияқты. Мен түзетемін. Ал менің көз алдымда тағы сол көрініс тұрды. Қарақұмық, қараңғылық және оның дірілдеген арқасы.
Бүкіл сол күн тозақ болды, нағыз жер бетіндегі тозақ. Мен шаршаған болып көрінуім керек. Ауысымнан кейін ұйықтауға жаттым. Бірақ қандай ұйқы? Мен біздің жатын бөлмеде жатырмын, Ләйләнің ас үйде ыдыс-аяқпен шуылдағанын, Сұлтанға бұйрық бергенін тыңдаймын. Қоқысты шығар, сабаққа отыр, аяғыңды сүйретпе. Ал ол үндемейді. Бәрін үнсіз орындайды, кішкентай робот сияқты. Мен түскі асқа дейін солай жаттым. Мен минуттарды санадым. Оның кетуін күттім. Ақыры сағат 3 шамасында. Сүтке дүкенге барамын дегенін естідім. Есік тарс етті. Мен төсектен секіріп тұрдым. Маған 20 минуттан аспайтын уақыт бар еді. Мен шиналарға жинаған қаражатымнан барлық ақшаны бірнеше мыңдық мятый купюраларды шығардым. Джинсим мен курткамды киіп, пәтерден жүгіріп шықтым. Мен радио базарға бардым. Қарасулықтар біледі ғой ол жерді, Шанхай. 90-шы жылдар әлі аяқталмаған жер. Қатар-қатар палаткалар, контейнерлер бәрі сатылады. Паяльниктен ұрланған телефонға дейін. Мен сол қатарлармен жүріп, миымды қатырып ойладым. Маған бірдеңе керек, байқалмайтын нәрсе. Командир, не іздеп жүрсің? Кабель бе, антенна ма? Деп саудагерлер жабысты. Маған камера керек дедім бірінші кездескен тері курткалы жігітке. Кішкентай, байқалмайтын. Ол күлді. Іс үшін бе, әлде әйеліңді бақылап жүрсің бе? Мен жұдырығымды қыстым. Сенің ісің емес. Бар ма? Ол менің көзқарасымды бағалап күлкісін жинады. Бар. Ол мені контейнердің тереңіне шақырды. Шпиондық заттар. Қымбат. Ол прилавктың астынан қорап алды. Қарапайым телефон зарядтағышы. Ақ түсті кішкене кубик. Мынаны розеткаға қосасың, ол зарядтайды, жазады. Сапасы от. Қозғалыс сенсоры бар. Карта осы жерге салынады. Ешкім де байқамайды. Міне, сол керек еді. Қанша? 20. Алдым. Ақшаны беріп қорапты ұстап, базардан жүгіріп шықтым. Ләйлә келмей тұрып үлгердім. Қорапты балкондағы құрал сайман жәшігіне жасырдым. Кешке ас ішіп отырғанда Ләйлә, Семенович тағы шақырды. 3-ші желіде, проводкада бірдеңе болыпты. Тағы ауыр түн болады. Мен тағы көрдім. Жеңілдік көзінде әрең байқалатын қанағаттану көлеңкесі. Жұмыс бар ғой, жұмыс. Бар, әрине. Мен жинала бастадым. Сұлтан өз бөлмесінде отыр. Мен оған кірдім. Мен кеттім, балам. Ол маған қарамай бас изеді. Уақытында жат, жарай ма? Дедім. Басқа не деймін? Мен шықтым. Ләйлә ваннаға кірді. Міне, мүмкіндігім. Мен балконға жүгіріп, зарядтағышты алдым, Сұлтанның бөлмесіне кірдім. Розетка кітап сөресінің дәл қарсысында, төсегіне қарама-қарсы. Қолым дірілдеп тұрды. Мен ақ кубикті розеткаға қостым. Кішкене көк шамшырақ жанып сөнді. Бәрі ол жұмыс істеп тұр, жазып жатыр. Мен өзімді соңғы пасық сезіндім. Мен өз ұлымның бөлмесіне тыңдағыш орнатып тұрмын. Бірақ басқа жол жоқ екенін білдім. Мен пәтерден шығып, тағы 9-ма отырдым. Ескі линденің көлеңкесіне тұрақтап, терезелерімізді көріп тұрдым. Сағат 9 ғана. Сағат 2-дегі түнге дейін тағы мәңгілік бар еді. Орындықта артқа жылжыттым. Күту керек. Енді мен жай куәгер емеспін. Енді мен айғақ жинап жатырмын. Мен машинада отырып қараңғы тереземе қарап күттім. Әйелім ұлымды тағы азаптауға баратын сәтті күттім. Бұл жолы бәрін жазамын. Мен сол мұздай 9-ымда отырып терезелерімді бақыладым. 9, 10, 11. Терезелерде жарық сөнді. Алдымен ас үйде, сосын үлкен бөлмеде. Соңғы болып жатын бөлме сөнді. Үй ұйықтады, ал мен отырдым. Мұндай күтудегі ең қорқыныштысы не білесің бе?
Суық емес, түн ортасына таман тістерім шатырлап тұрса да. Арқамның үйіп қалуы да емес. Ең қорқыныштысы өз қиялың. Сен қараңғыда отырсың. Ал басыңда кино сияқты көріністер айналады. Міне, қазір, түн ортасы, 1:30, дәл 2-де, сұлтанның бөлмесінде. Жоқ, жарық жанбады. Ол қараңғыда істейтін, бірақ мен әйнектен көлеңкенің жылжығанын көрдім. Ол кірді. Ішім түсіп кетті. Мен сол қараңғы терезеге қарап отырдым. 10 метр жерде не болып жатқанын білдім. Ұлым тағы ұйықтаған болып жатыр, қолынан тартып алады, тағы тізесін қояды, ал мен машинада отырмын. Мен 3 сағат отырдым. 3 сағат сол терезеге қарадым. Көлеңке жылжыды, қозғалды. 4-ке таман жоғалды. Жатым бөлмеде төсек сықыр етті. Мен 6:30-ға дейін отырдым. Тағы ауданды айналып, шаршаған бетпен пәтерге кірдім. Не болды? Деді Ләйла ас үйден. Бәрі сол күйі дедім. Сұлтанға кірдім. Ол тағы төсекте отыр. Тағы сол өлі мойынсынған көзқарас, тағы әрең байқалатын ақсаңдау. Мен бүкіл күн ұйқыдағыдай өмір сүрдім. Күттім. Оның дүкенге кетуін секундтап санадым. Бұл азап болды. Мен оған күліп шайын ішіп ал басында. Кет, деп соғып тұрды. Ақыры ол сөмкесін алды. Көкөніске базарға барамын, 1:30 сағаттан кейін қайтамын. Есік тарс етті. Мен жүгірмедім. Бірден жүгіріп шықпас үшін, кенет бірдеңесін ұмытқан болса деп тыныш санадым. Тыныштық. Мен сұлтанның бөлмесіне кірдім. Ол үстелде отырып сурет салып жатыр еді, бірақ мен оның сабақ емес екенін білдім, жай қағазға қарындаш жүргізіп отыр. Балам, дедім тыныш. Ол қалтырап бұрылды. Көзінде әдеттегі қорқыныш. Кейін дедім. Жылдам. Қайда? Деп сыбырлады ол. Анаң айтты, біз кетеміз. Мен мүмкіндігінше тыныш сөйлеуге тырыстым, бірақ дауысым дірілдеп тұрды. Жай кейін, жылы кейін. Ол маған қарады, ештеңе түсінбей. Қорқыныш пен таңғалу күресіп жатыр. Ол соншалық қорқып қалған, бір қадам басудан қорқады. Әке, ол ұрсады ғой, деді ол лепіріп. Ұрыспайды. Мен оның курткасын ілгіштен алдым. Мен сеніменмін. Маған сенесің бе? Ол кідірді. Міне, сол кідіріс, маған сенесің бе? Деген сұраққа жауап бермей тұрғаны одан да қорқынышты еді. Ол дерлік жеңді. Мен күтпедім. Өзім курткасын кигіздім, оны табуреткаға отырғызып, етіктерін кигіздім. Әке, болмайды. Деп жылады ол. Болады, сұлтан, болады. Ол таңғалып дәлізде тұрғанда, мен жатым бөлмеге жүгіріп, комодты аштым, құжаттар папкасын алдым. Менің паспортым, сұлтанның туу туралы куәлігі, пәтер құжаттары. Сосын сұлтанның бөлмесіне кірдім. Сол ақ зарядтағыш. Мен оны розеткадан соншалық қатты жұлып алдым, штукатурдың бір бөлі түсіп кеткен сияқты. Оны куртка қалтасыма салдым. Бәрі жүрейіп. Мен оның қолын ұстадым. Қолымыздай. Ол менің соңымнан жетелеп бара жатқан сияқты. Біз баспалдаққа шықтық. Мен есікті құлыптадым. Әр бұрылған кілт жүрегіме соғылды. Бәрі. Қайту жолы жоқ. Біз баспалдақпен түстік. Мен тек бір нәрсеге ғана дұға қылдым. Оны кездестірмеуіміз үшін, толық сөмкелермен қайтып келе жатқан болмас үшін. Біз подъезден шықтық. Суық таңғы ауа бетке соқты. Мен ұлымды машинаға қарай жүгіртіп әкелдім. Әке, қайда барамыз? Мектепке кешігеміз ғой, деп міңгірледі ол. Мектепке емес, балам. Мен оны алдыңғы орындыққа отырғызып, белбеуін тақтым. 9 жарты айналымда іске қосылды, Құдайға шүкір. Бүкіл жол бойы үндемедік. Мен қаладан шығып бара жатырмын, ал сұлтан маған қырын қарап, қорқып отыр. Ол жиырылып орындыққа жабысып қалған. Ол менің де айқайлай бастайтынымда, оны жазалайтынымды күтіп тұрды.
Мен оның басында не болып жатқанын көрдім. Сол 3 түн бекер кетпеген. Ол оған мені жау деп сіңірген. Біз трассаға шықтық. Қарасу артта қалды. Мен Сосновкаға қарай жүріп барамын. Бұл қаладан 40 шақырымдай жердегі ауыл. Анна Павловна сол жерде тұрады. Мен жүріп барамын, қолым рульде дірілдеп тұр. Мен істедім. Мен оны алып кеттім. Міне, Сосновка көрінді, ескі үйлер, гүлзарлар. Мен көшенің соңына, ананың үйіне жеттім, тоқтадым. Келдік, балам, шық. Ана терезеден көріп шығып келді. Кәрі орамал байлаған, валенкі киген. Мұхтар, неге ертеңгілік? Саничкаңда бар ма? Мектепке бармадыңдар ма? Не болды, Мұхтар? Бетің жоқ. Мама, кейін дедім Сұлтанды үйге қарай итеріп. Кірейік, суық. Шай қойшы, өтінемін. Біз үйге кірдік, бала кезден таныс пештің және кептірілген алманың иісіне. Отыр, Сұлтан. Мен оны ас үйдегі үлкен дөңгелек үстелге отырғыздым. Әже әуреленіп шыны аяқтарды тосапты алды, нан кесіп берді. Ол кезек-кезек бізге қарап тұрды. Бірдеңе қорқынышты болғанын түсінді, бірақ үндемеді. Анамыз дана ғой. Сұлтан басын төмен түсіріп, үстелге қарап отыр. Курткасын шешпеген. Мен шешіп көмектестім. Оның қарсысына отырдым. Ана оған шаймен тосап салынған тарелка қойды. Іш, балам, ыстық. Ол қозғалмады. Мен үстел арқылы қолымды создым, үлкен, жүргізуші қолым, мозольді оның кішкентай алақанын жауып қойдым. Балам, маған қарашы, өтінемін. Ол баяу, өте баяу басын көтерді. 8 жасар шалдың көздері. Мен бәрін білемін, дедім. Ол қалтырап кетті. Көзінде жабайы қорқыныш жарқ етті. Әке, мен? Деп зақымдана бастады. Тыныш. Мен қолын қыстым. Мен білемін, Қарақұмық туралы білемін. Түнде анаң саған не айтқанын бәрін білемін. Бәрін білемін, Сұлтан. Ол маған сенбей қарады. Қалай? Маңызы жоқ. Маңызы бары, сен ешқандай кінәлі емессің. Бірде-бір сөзге, бірде-бір әрекетіне. Естесің бе? Сен кінәлі емессің. Міне, сол кезде оның иегі дірілдеп кетті. Сол кедей қысылған еріндер, саған енді ешқашан ауырмайды, деді мүмкіндігінше қатты. Саған уәде беремін, енді ешкім сені тигізбейді. Мен саған сенемін. Түсіндің бе? Міне, сол. Су қоймасы жарылып кеткендей болды. Ол айқайламады. Ол жұға, қорқынышты ыңыл шығарды. Сол айлар бойы ішінде ұстап жүрген барлық нәрсе шықты. Кішкентай денесі бүгілді, ол үстелге басын салып қатты жылады. Ол балалар жыламайтындай жылады. Ол үмітсіз ыңылдап, тұншығып қалтырап жатты. Бүкіл ауырсыну, бүкіл қорқыныш, бүкіл жалғыздық шығып жатты. Мен орнымнан тұрып, оған жүгіріп бардым, үстелден шығарып, құшағыма алдым. Ол курткама, мойныма жармасып, мен оның жалғыз құтқарушысындай болдым. Ол маған жабысып, бүкіл денесімен қалтырап жылады. Жыла, балам. Жыла, бәрі жақсы, бәрі өтеді. Әкең мұнда, әкең енді әрқашан мұнда болады. Мен басынан сипадым, ал өзімнің де көзімнен жас ағып жатты. Ана пештің жанында тұрып, қолын ауызға басып, ол да жылады. Мен орындықта отырып, оны кішкентайдай тербетіп, бір сөзді қайталадым. Мен мұндамын, мен сеніменмін. Бәрі бітті. Қанша отырдық, білмеймін, жарты сағаттай шығар. Ақыры ол баяулай бастады. Күрсіністері сирек болды. Ол жай маған жармасып, ауыр дем алып тұрды. Мен анама қарадым. Мама, онымен отыршы, маған кету керек. Қайда барасың? Деп қорықты ол. Оған бармайсың ғой, Мұхтар. Жоқ. Мен басымды шайқадым. Оған емес, полиция мен қамқоршылыққа. Мен джинсымның қалтасынан 3 кішкентай флешканы және зарядтағышты шығардым. Бәрі жазылған, мама. Әр сөзі, әр ыңылы. Мен бүгін бітіремін.
Мен ұйықтап қалған немесе дәрменсіз сұлтанды анасына бердім. Ол оны құшағына алып өзіне басты. Құдай-ау, Мұхтаржан, бұл не? Не істепті ол? Деп сыбырлады әже, әжім басқан бетінен жас ағып тұрды. Мама, курткасын түймелеп қойдым деді мен. Даусым қатты шықты. Өзім де таңғалдым. Қайдан шықты бұл қаттылық? Оны жасыр. Әрине, жертөлеге емес, бірақ егер ол келсе, егер есікті қақса, берме, бірден учаскелікті шақыр. Түсіндің бе? Иә, түсіндім. Сен өзің қайда барасың? Бітіруім керек дедім. Ол осында болсын, ешкімге есік ашпа. Мен шықтым. Тоғызыма отырдым. Қолым енді дірілемеді. Білесіз бе, кейде іште бәрі күйіп бітетте, тек суық, қатты күл қалады. Міне, менің кеудемде сол күл болды. Мен Қарасуға қайта қарай жүрдім, басымда нақты жоспар болды. Мен үйге бармадым. Не үшін? Тікелей 1 май аудандық ілбіне бардым. Қарапайым сұр ғимарат, баспалдақ, қабыршақтанған есік. Ішке кірдім. Турникет артында, шынның ар жағында жас сержант отыр, жалыққан. Арыз түсіргім келеді дедім. Ол жалқау қарады. Қандай мәселе бойынша? Әйелің балаға қатыгездік жасайды. Сержант күрсінді. Әлемдегі барлық жалқау сол күрсіністе болды. Мен бірден түсіндім. Ол үшін бұл тұрмыстық жанжал, отбасылық мәселе. Қазір учаскелікке жібереді, ал ол жерде ешкім жоқ. Тегі аты жөніңіз, прописка. Ол бланк алды. Әйеліңіз ішеді ғой. Ішпейді деді мүмкіндігінше тыныш. Ол баланы азаптайды. Сержант күлді. Тікелей паяльникпен бе? Адам, мәселені айтшы. Ұрды ма? Синяк бар ма? Ұрысып қалдыңдар, ол баланың бетіне шапалақпен ұрды да, сен шағымдануға жүгірдің бе? Мен оған қарадым, ол маған қарады, және сөздің пайдасы жоқ екенін түсіндім. Мен үнсіз куртканың ішкі қалтасына қол салдым, ақ зарядты ашты, және 3 картаны шығардым. Менде видео бар дедім. 3-тің. Қалай тәрбиелейтінін көргіңіз келеме? Даусымда бірдеңе болды ма, әлде видео сөзіме? Ол күлкісін тоқтатты. Қандай видео? Мынадай. Баланың тізесін қарақұмыққа қойып түн бойы тұрғызады. Әкең, яғни мен, сені жек көреді, сені тастап кетеміз деп айтады. Осындай видео жарай ма, әлде паяльник керек бе? Сержант бірден ширығып маған мұқият қарады. Келіңіз деді басқа дауыспен. Ол мені ұзын дәлізбен жүргізіп кішкене кабинетке апарды. Онда форма киген әйел отыр, капитан, шаршаған, жасы ұлғайған, ауыр көзқарасты. Табличкада. Кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспектор Карташева. Кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспектор. Дәл керек адам. Міне, Марина Викторовна деді дежурный. Арыз айтып тұр, видеосы бар. Ол маған көзін көтерді. Тыңдаймын. Мен тыныш, рет-ретімен айта бастадым. Ұлдың қалай өзгергенін, әйелдің қалай өзгергенін, түнгі ауысымдарды, шкафта жасырынғанымды. Ол үндемей тыңдады, сөз бөлмеді. Беті тастай. Мен шкаф туралы айтқанда, ол әрең байқаларлықтай бас изеді, бәрін түсінген сияқты. Сосын мен камера сатып алдым. Міне, осы. Міне, 3 жазба. Мен карталарды үстелге қойдым. Қарайтын жеріңіз бар ма? Ол үстелдің жәшігінен ескі мемлекеттік ноутбук алды. Бірінші флешканы салдық. Мен бұрын көргенмін. Мен оны бақыладым. Алғашында ол жай кәсіби назармен қарады, бірақ екінші түн басталғанда Ләйлі. Сен ешкімге керек емессің, әкең сені ұялтады, сенің кесіріңнен бізді тастап кетеді дегенде мен Карташеваның жақтары қысылғанын, үстелде жатқан саусақтары ағарып кеткенін көрдім. Ол соңына дейін көрді, екіншісін, үшіншісін салды, қарақұмық қайта шықты. Соңғы жазба біткенде ол бірнеше секунд үндемеді, сосын баяу маған қарады.
Көзінде шаршау жоқ еді. Қандай да бір тыныш, суық ашу бар еді. Бала қайда? Анамның қолында, Сосновкада, қауіпсіз. Әйелім үйде ме? Мүмкін базарда болған шығар, біз кеткенде. Жаз, деді ол бланкты жылжытып. Бәрін айтқаныңдай толық жаз. Шкаф туралы, камера туралы, әр түн туралы. Мен 2 сағаттай жаздым. Қолым үйіп қалды. Бәрін, әр сөзді жаздым. Бітіргенде ол қағаздарды, флешкаларды алды, конвертке салып мөр басты. Мұхтар Андреевич, деді ол. Тыңдаңыз. Бұл тұрмыстық жанжал емес. Бұл 156 бап. Кәмелетке толмағанға қатыгездікпен қарау арқылы тәрбиелеу міндетін орындамау. Ал ол айтқандары. Ол кідірді. Психологтар арқылы тексереміз. Бұл истязанияға тартады. Сіз дұрыс істедіңіз, жазып алғаныңыз үшін. Ол телефонды алды. Дежурный, Карташева. Наряд жібер. Иә, 2 адам. Опекадан газель шақырсын. Адрес. Ол менің арызыма қарады. 1 май ауданы. Сол кезде қалтамдағы телефон шырылдады. Мен шығардым. Экранда Ләйлә. Карташеваға қарадым. Ол бас изеді. Громкая связь қос. Мен батырманы бастым. Мұхтар, деп айқайлады ол, дәлізде естілген шығар. Сен қайдасың? Келдім, үйде ешкім жоқ. Сұлтанды қайда апардың? Ұрлап кеттің бе? Ол не болғанын сұрамады. Уайымдамады. Ашулы еді. Мен полициядамын, Ләйлә, дедім тыныш. Тыныштық. Оның тынысы естілді. Қайда? Деп сыбырлады ол. 1 май әбде. Ұлды қалай тәрбиелейтінің туралы арыз түсірдім. Тағы тыныштық. Сосын дауысы өзгерді, жылаған, жәбірленген. Мұхтаржан, Мұхтар, не деп тұрсың? Қандай арыз? Массың ба? Мен не істедім? Мен жай ғана оны адам етіп өсіргім келді. Мен саған сотқа беремін, жалған айыптаған үшін. Менде видео бар, Ләйлә, дедім, және даусым басқа біреудікі сияқты шықты. 3 түн қарақұмық және сенің барлық сөздерің. Мен оны сүймеймін, ол ешкімге керек емес дегендерің. Бәрі жазылған. Трубка үнсіз қалды. Тек оның тұншыққан тынысы естілді. Бізді іздеме, дедім. Қазір саған полиция мен опека келеді. Күт. Мен қоңырауды өшірдім. Карташева маған қарады. Шыдаңыз, Мұхтар Андреевич. Қазір басталады. Және басталды. Мен сол әбде кешке дейін отырдым. Сосын опекаға бардық, ауданның 2 шетіндегі басқа ғимарат. Тағы кабинет, тағы әйелдер, тағы менің әңгімем. Бұл жерде беттер басқа Карташеванікі сияқты емес, көбірек шенеунік. Олар ақ ұрып, оқ ұрып, тілін шертті. Бірақ видеоны көргенде ақ ұру тоқтады. Олар үнсіз қарады, беттері жиіркенішті. Құдай-ау, деді біреуі. Ең бастысы туған анасы ғой. Маған көп қағазға қол қоюға тура келді. Бала уақытша әжесінде тұрады, баланы анасынан қорғауды сұраймын деп. Сыртқа шыққанда қараңғы түсіп қалған. Шамдар жанған. Мен машинаға отырдым. Өзімді сығып алғандай сезіндім, ішімдегі бәрі сорылған сияқты. Анама қоңырау шалдым. Мама, қалайсыңдар? Жақсы, Мұхтаржан. Дауысы алаңдаулы. Аздап тамақ ішті, қазір отыр, сурет салып жатыр, үндемейді. Ол келді ме? Ішім суынып кетті. Иә. Сағат 3 шамасында. Таксимен келді, есікті, терезені қақты, айқайлады. Сен ұрлықсың, Сұлтанды ұрлап кеттің деп. Баланы бер. Мен есік ашпадым. Учаскелікті шақырамын дедім. Айқайлап таксиге мініп кетті. Мен көзімді жұмдым. Ол барған екен. Полицияға емес, маған емес, оған барған. Бәрі, мама, енді келмейді. Оған барып қайтты. Онымен отыр, мен жақында боламын.
Мен дүкенге кіріп, азық-түлік алдым, толық сөмке және Сосновкаға қайттым. Үйге кіргенде Сұлтан маған жүгіріп келді. Жыламай, жай жүгіріп келіп шалбарымнан жармасты. Үнсіз тұрды, тіземе бетін жасырып. Мен басынан сипадым. Бәрі, балам, мен үйдемін. Сот бұл кино емес. Онда барлығы айқайлап, адвокаттар әдемі сөйлемейді. Біздің жағдайда бәрі тыныш болды, және сол тыныштықтан одан да қорқынышты еді. Жабық отырыс болды, бала туралы іс болғандықтан мұндайды көпшілік алдына шығармай. Мен, Ләйлә, қарт, қатаң әйел судья, жанымызға қарап тұрғандай, екі заседатель, БДН-нен Карташева, ОПК-дан әйел және адвокаттарымыз. Маған мемлекет адвокат берді. Ләйлә біреуін жалдаған, шапшаң біреуін. Сұлтанды, Құдайға шүкір, сотқа апармады. Оған дейін ОПК тағайындаған балалар психологмен бірнеше рет кездесі. Мен оны апарып жүрдім. Алғашында үндемеді, жай отырып сурет салды. Әрқашан қара үйлер, қара терезелер салатын. Сосын үшінші кездесуде сөйлей бастады. Психолог қыз оған қандайда бір кілт тапты. Кейін қорытынды жазды. Мен оқыдым. Шашым тік тұрды, бірақ бәрін білген сияқты едім. Онда ауыр психологиялық жарақат, үйренілген дәрменсіздік синдромы, басылған агрессия, терең кінә сезімі, сырттан таңылған деген сөздер болды. Дәрігерлік сөздер құрғақ, бірақ әрқайсысының артында ұлымның ауырсынуы тұрды. Сотта бәрі Ләйлядан басталды. Ол жылады. Телефондағыдай айқайламады. Тыныш, аянышты жылады. Адвокаты бірден іске кірісті. Күйеуі, яғни мен, бәрін ойдан шығарған. Мен тирамын, баланы және пәтерді тартып алғым келген. Мен әдейі оны шыдамсыздандырып, оны бұзу үшін әдейі жасадым деп. Ол мені қинады деп жылады, ол судьяға қарап. Әрқашан үндемейтін, мәңгі риза емес. Ал мен ұлым үшін тырыстым. Ол адам болып өссін дедім, ол. Ол тоқтады, бірақ не айтқысы келгенін түсіндім. Мен сияқты болмасын. Мені де солай тәрбиеледі. Деп шырылдады кенет. Иә, мені бұрышқа қойды, ештеңе етпеді, өсті ғой. Ал ол қолдан шығып кетті. Мені құрметтемеді. Мен жамандық ойламадым. Мен отырып үндемедім. Не деймін? Мен сол әйелге қарадым, және жек көру сезінбедім. Шынымды айтсам, қандайда бір қараңғы, қорқынышты бостық және мүмкін аяушылық сезіндім. Ол шынымен түсінбеген. Ол шынымен жақсылық үшін істеді деп сенген. Мұхтар Андреевич, судья маған бұрылды. Тәрбие әдістері туралы не айталасыз? Мен тұрдым, қолым әрең дірілдеді. Мен тек көргенімді және естігенімді айталамын. Сол кезде залда жазбалар қосылды. Адвокатым. Алдымен дыбыс, сол екінші түн сен ешкімге керек емессің. Әкең сені ұялтады. Сондықтан түнде жұмыс істейді, сені көргісі келмейді. Сенің кесіріңнен бізді тастап кетеді. Залда құдықтағыдай тыныштық орнады. Мен Ләйләнің орындықты саусақтармен қысып алғанын, адвокатның басы төмен түскенін көрдім. Ол үстелге қарап қалды. Сосын видеоны қосты, үшінші түнді, сол қорқынышты, түйіршікті қарақ суретті. Міне ол кіреді, міне қара құмықты шашады, міне Сұлтанды ұстайды. Ләйлә бетін қолдармен жапты. Өшіріңіз, деп айқайлады ол. Өшіріңіз. Бұл өтірік. Ол бәрін жасанды жасады. Бұл монтаж. Бірақ судья қарады. Соңына дейін көрді, Сұлтан тізесінде тұр, ал ол оған әкеңді ашуландырмау үшін үндеме деп сықырды. Жетет деді судья. Сосын психологтың қорытындысын оқыды. Сот ұзаққа созылмады. Бар болғаны 2 отырыс. Екіншісінде соңғы сөз берді. Ләйлә шатасқан сөздер айтты. Ауырамын, жүйкем нашар, енді ондай болмаймын. Баланы алмауды өтінді. Сосын маған сөз берді. Мен тұрдым. Құрметті сот дедім, даусым қалтырамады. Мен оған түрме тілемеймін. Оған жамандық тілемеймін. Мен оның өзін солай тәрбиелегенін түсінемін.
Бірақ мен Ләйләға тура қарадым. Мен ұлымды бұзуына жол бере алмаймын. Мен оның өмірін саған сене алмаймын. Мен жай ғана оны құтқарғым келеді. Бәрі осы. Үкімді ұзақ оқыды, ресми тілмен. Бірақ мәні қарапайым. Ләйләні толық ата-ана құқығынан айырды. Анық психикалық ауытқу белгілерін ескере отырып, ол өзінің көмегіне мұқтаж екенін мойындағандықтан амбулаториялық міндетті психиатриялық емдеу, маман бақылауы және 100 сағат қоғамдық жұмыс тағайындады. Көше сыпыру. Ол тастай отырды. Ол не болғанын түсінбеген сияқты. Бәрі шыққанда ол дәлізде мені күтіп тұрды. Сатқын, деді бетіме қарап. Тыныш, айқайсыз. Сен мені саттың. Отбасыны бұздың. Мен оған соңғы рет қарадым. Жоқ, Ләйлә, отбасыны сен бұздың, мен жай қалғанын құтқардым. Мен бұрылып кеттім. Оны енді көрмедім. 2 жыл өтті. Уақыт емдейді дейді ғой. Бәрі емес, әрине. Жарақаттар қалады, бірақ көмектеседі. 1 майдағы пәтерді бірден саттым. Ол жерде тұра алмадым. Заттарымды да апармадым, анама сұрадым. Біз Сұлтан екеуміз Сосновкада, әжесінде тұрдық. Пәтер айырбастау мәселелері шешілгенше. Сосын 2 бөлмелі, кішірек, бірақ басқа ауданда, парк жанында таза пәтер алдық. Нан зауытынан кеттім, әрине. Түнде жүре алмадым. Ұлыма күндіз, кешке, әрқашан керек едім. Мен қалалық автобус жүргізушісі болдым 12-ші бағытқа. Жұмыс әртүрлі. Адамдар әртүрлі, кейде нервті. Бірақ әр кеш 7-де автобусымды паркке қойып үйге, ұлыма барамын. Біз екеуміз тұрамыз. Тағы Васька мысық бар көшеден жүдеу күйде тауып алдық. Сұлтанға қазір 10 жас. Ол әлі қалтырайды. Егер көшеде бір әйел баласына қатты айқайласа, ол жиырылып менің қолымды іздейді. Психологқа әлі аптасына 1 рет барамыз. Ол, бұл эхо дейді. Ұзаққа қалуы мүмкін мәңгі. Бірақ ол қайта күле бастады. Бірден емес. Баяу. Бірақ күледі. Міне, осы. Мен осыны айтқым келді. Егер біреу осындай нәрсені байқаса, үндемеңіз. Іздеңіз. Қорғаңыз. Баланың көзі ең шынайы айға. Олар үндемесе де бәрін айтады. Мен Мұхтармын. 53 жастамын. Мен ұлымды құтқардым. Және бұл менің өмірімдегі ең маңыздысы. Мүмкін 1 жылдан кейін ғана. Ол жаңа мектепке барды. Алғашында үндемеді, қорықты, бірақ кейін ештеңе етпеді, достар тапты. Ол балалар шығармашылық сарайындағы шахмат үйірмесіне жазылды. Мен өзіме таң қалдым. Ол әрқашан шырғалаң, қозғалғыш бала болатын, ал мұнда шахмат, отырып ойланады, ұнайды екен. Ал өткен аптада үйге медаль әкелді, кішкентай, қола медаль, қалалық жарыста 3-ші орын үшін. Сол кеште біз жаңа, кішкентай, бірақ соншалық жылы ас үйімізде отырдық. Шай ішіп, мен сатып алған пирог жедік, ал сол медаль үстелде жатыр. Кенет Сұлтан маған қарады. Ересек адамдай байыпты. Рахмет, әке, деді ол тыныш. Не үшін, балам, түсінбедім. Өзің жеңдің ғой оны. Жоқ, деді ол басын шайқап. Рахмет, сен сол кезде шкафта жасырынғаның үшін. Міне, сол жерде мен шыдамадым. Ештеңе айтпадым. Жай тұрып, оған барып, қатты құшақтадым өз ұлымды, соншалық жылы, тірі ұлымды. Иә, біз бұрынғы отбасын жоғалттық. Мүмкін ол отбасы ешқашан болмаған да шығар, білмеймін. Бірақ мен құтқардым. Мендегі ең қымбат, ең бағалы нәрсені құтқардым. Мен ұлымды құтқардым. Мен мұның бәрін не үшін айтып отырмын? Өмір өте күрделі нәрсе. Кейде ол сені сондай жағдайға қояды, жауыңа да тілеме. Бірақ мен бір нәрсені түсіндім. Ешқашан бас тартпаңыздар, әсіресе өз балаларыңыздан. Оларға қараңыздар, тыңдаңыздар, тіпті үндемесе де. Кейде олардың үндемеуі кез келген сөзден де қаттырақ айқайлайды.
Өтінемін, жай ғана жақындарыңызды аялаңыздар. Ал сіздерде болды ма, туған адамыңызбен бірдеңе болып жатқанын сездіңіз бе, бірақ ол айта алмады ма? Комментарийлерде бөлісіңіздерші, қашан араласу керек екенін қалай түсіндіңіздер? Егер осы әңгіменің толық нұсқасын бір файлға жинап, немесе басқа өзгерістер енгізгіңіз келсе айтыңыз. Немесе есімдерді ауыстыру, стильді өзгерту сияқты тілек болса да дайынмын. Рахмет, Дилфуза, осы әңгімені бірге аяқтағаныңыз үшін. Бұл өте ауыр, бірақ өте маңызды әңгіме болды. Достар, соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.